геометриялық фигураларға қарап, біз не істейді екенбіз? Біздің айналамызда беріп тыңдаңдар. 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатында бос орындарды толтырып, сандар қайталанбау керексің. Мына жерде де 9-ға мынандай тапсырма беремін. Біз осы математика сабағында есептеуді жақсы орындауымыз үшін ең алдымен нені білуіміз керек балалар? Көбейту кестесін. Көбейту кестесін. Бөлуді де, көбейтуді де жақсы. Тамаша, үшінші топ аяқтады. Білімділер тобы, келіңдер, әкел. Ал, оқшы. Тамаша, оқы. 885 дейді. Дұрыс шықты ма балалар бәрімізде? Дұрыс. Сендерде қанша шықты? Біріншісінде? Y 300 дұрыс. Сендерде? Y қанша шықты? 11 шықты. Тамаша балалар. Үйіміз жақсы жұмыс. Мына бірінші топ жақсы жұмыс жасады. Айсесім. Аға, Алинаш, тырысып едің, жасадың дедім. Нұрсат жаңа жақсы орындаған көбелек нені. Сен жарадың, сен білгірсің, сен алғырсың, жарайсың. Сен өте тапқырсың, сен мықтысың, сен зерексің, сен білгірсің. Керемет жауап бердің. Бағдаулет, керемет жауап бердің. Бүгін мені қуантты. Зерексің, сен қабілеттісің, жетістікке жетесің. Сен мықтысың, Фердауси. Сені мақтан тұтамын. Сен білгірсің. Түсінбедім дегендерің қызылға. Ал, сала қойыңдар. Аттарыңды жазын. Аттарыңды жазбадыңдар ма? Аттарыңды. Дауыстап айтамыз сөзімізді. Топты бағалау барысында біз жаңа дискреттерді айттық қой, топта бал қойылады деп. Ішінде бір оқушы сол топта көп жұмыс жасады. Кімге бал қойылады, соны қарап тұрады. Бүгін біз әдеби шығарма сюжетін, құрамдас бөлшектерін талдау, көркем шығармадағы кез-келген типтерін жасау тәсілдерін осы мақсатқа жетуіміз керек. Енді екінші мен сіздерге таныстырайын деп отырған нәрсе балалар баға. Өздеріңіз сайландарыңызға тез-тез шыққандарыңыз. Серіктің әкесі үйден шығар кезде Серік пен Жамалға не деді? Ол жақта көп іс-әрекет істеледі, етістікпен соңғысы сөйлем, және синоним